Arkadaşlar. Ya oturayım. Ya bugün kim yok sağlıkta? Sınıf. Bugün Ali ve sınıf çok. Ауырып ма? Derece normal kızım. Жарайды, жақсы. Так, енді оқушылар, бүгінгі сабағымызды бастамас бұрын бір-бірімізге жақсы көңіл сыйлау үшін шеңбер құрастыра қояйық. Келіңіздер. Бір-бірімізге бүгінгі сабаққа жақсы ниеттерімізді тілейміз. Келіңіздер. Так, киінбелейік. Қолымызды жібереміз. Содан кейін қол бітеді. Так, бүгінгі сабаққа сәттілік. Бүгінгі сабақ сәтті өтсін. Бүгінгі сабақ сәтті. Бүгін сабағыңда жақсы өтсін. Сабағың бетке оқы. Кіші сәтті. Екінші сабақ күшті өтсін. Бүгінгі сабағың жақсы өтсін. Так, бәріңізге жақсы көңіл сыйлайық. Сабағымызға жарайды, отыра қояйық. Осы кісі сіздерге сабақтың тақырыбын, мақсатын түсіндіреді. Мен жасанды интеллект арқылы жасалған клонмын. Бүгінгі сабақтың тақырыбы мен мақсатын таныстырамын. Сабақтың тақырыбы дизайн киімді макеттеу қағаз, тоқыма материалдар. Ал сабақтың мақсаты оқушылар өзінің және өзгенің суретшілер, қолөнершілер, дизайнерлердің тәжірибесіне сүйене отырып, және композицияның негізгі заңдылықтарын ескеріп, қарапайым нысандардың дизайнын дайындау бойынша тапсырмаларды орындайды. Сабақ барысы қызықты өтетініне сенімдімін. Сәттілік. Жаңа жасанды интеллект арқылы түсіндіріп, дизайн киімді макеттеу, қағаз, тоқыма материалдары. Сабағымыздың мақсаты жаңа түсіндіріп өтті, да? Түсіндіңіздер ғой. Енді жаңа сабақты бастамас бұрын өткен сабаққа шолу жасап алайық. Так, мынадай сұрақтар, біз бұл сабақты бірнеше сабақты талқылап жатырмыз. Да, сұрақ. Киім деп нені атайды? Қандай киім қызмет атқарады? Киімге қандай талаптар қойылады? Кім жауап береді? Киім деп нені айтады? Я айтады ғой. Киім адам денесін сыртқы әсердерден қорғау және әсемдеу үшін киінетін. Дұрыс па жауабы? Киім қандай қызмет атқарады? Кім жауап береді? Я жауап береді ғой. Айтты. Дене қорғау, ыстықтан, суықтан, және де шаңнан да басқа заттардан да қорғайды. Содан кейін адамның сыртқы көрінісін сәндету, әлеуметтік мамандықты мәдениетті дәстүрді көрсету. Дұрыс па жауабы? Дегеніміз не? Олар қандай қызмет атқарады, оған қандай талаптар қойылады деп сұрақтарға жауап берді. Енді жаңа сабағымызды бастамас бұрын флип-пати генераторы арқылы топқа бөлінеміз. Так, бірінші топта Нұрай, Фатима, Аяна, Дария бөліне қоямыз. Екінші топта Мадина, Нерелім, Эльмара. Үшінші топта Асима, Іңкар, Айзере. Ал тез-тез топқа бөліне қоямыз. Бірінші топ Нұрай, Фатима, Аяна, Дария. Я отырғышымыз бар. Так, енді сіздерге кішкене миымызға шабуыл жасап жіберейік. Ол үшін сіздерге мынандай кубик беремін. Я бұны білесіздер ғой, да? Мына жерде QR-код арқылы телефондарыңызды шығарыңыздар. Телефонмен кіріп, мына жерде видеолар бар, соларды тамашалаймыз. Мына, я, мына жерде көрдіңіз, қағазбен қалай макет жасауға болатыны, яғни бүгін тақырыпқа байланысты көрсетіп жатыр, иә? Қарапсыздар ма? Не болып жатсыздар? Яғни киімді қалай киім макетін жасауға болады? Көрдіңіздер ғой, да? Көрдіңіздер ма? Так, мына көрдіңіздер ғой, да? Қағаздан, қол таппа, мына қағаздан, қалай макет жасауға болады? Көрдіңіздер ғой, да? Ақ қағаз берді, әрбір нелерінде топтарыңызда тұр. Так, осы ақ қағазға ерекше бір функцияға ие болса, қандай мүмкіндік қосар едің деген сұрақ бойынша жасай қойыңыздар. Өздеріңіздің ойларыңызды жасай қойыңыздар. Так, сіздерде бар ғой? Так, ортаға қойыңыздар да, мысалға сіздер қандай мүмкіндік жасай, егер мысалға сіздер киім жасайтын болсаңыздар, қандай мүмкіндік қосар едіңіздер? Кім болса екен деген бар мысалға, мен киімді жасағанда, ол киім мысалға бір ілгегі шешкенде, бір ілгегі салғанда барлық салынып қалатын болса, мысалға жеңі алынып қалатын болса деген сияқты. Өздеріңіз қандай мүмкіндік қосар едіңдер? Қандай мүмкіндік қосар едіңдер? Күтізбейтін болса, қысы жазы киетін киім болса деген сияқты. Қандай мүмкіндікті қолданар едіңдер? Өздеріңіз. Қандай мүмкіндік? Ортасы жазында менің жаңа киім үлгім, содан кейін соған қандай мүмкіндіктер қосар едіңіздер?
өзіне су өткізетін дейді, немесе су өткізмейтін дейді. Күшті береді, күн шыққанда басқа күшті береді деген сияқты, иә? қараңғыда жарық болады көйлек сонда нен апай біз болдық Қыздар не тыңдайық келдік, тыңдаймыз. Сол бір-бірімізге баға береміз, иә? Топтан есіне баға береміз, келді. Иә? Егер де сіздерге киім жасау үлгісінде өзгерістер егізетін мүмкіндік берсе, қандай мүмкіндікті пайдалана едіңіздер? Не істер едіңіздер? материалы су өткізбейтіндей Иә, материал су өткізбейтіндей болса дейді мүмкіндік сосын. қараңғыда жарық болып тұратын ал Иә. жарықта кәдімгі көйлек болып Иә, тұратын райсыңдар да сосын. Қандай мүмкіндік? Иә, бір үлгісіне салынып бір түйме сал, аға. барлығы игі салынып кетеді Иә, яғни, аға, сонда кейін жағасы алынып салынбалы болса дейді. Келесі топтың мүмкіндігі. Иә, қандай мүмкіндік қосар едіңіздер сіздер? менің жаңа үлгім Иә, қыс жазында киетін және де су өткізбейтін киімдер. иә. Яғни қысы жазы киетін, иә. Так, одан кейін температураға байланысты түсін өзгерту дейді. Так, су өткізбейтін, қыс кезінде матасы қалың, жаз кезінде матасы жұқа. Яғни бір киім ол да, бір киім. Сол киімді қыста кигенде матасы қалыңдап кетсе, жазда кигенде жұқарып кетсе деген мүмкіндік, иә. Жарайсыздар да, ұнады ма? Келесі, иә, келіңдер. Байланысты кішкене миымызды қозғалтып іске қосып жатырмыз, иә? Яғни осындай тапсырмалар арқылы миымызға шабуыл жасап жатырмыз. Сол, яғни сіздер бағана QR-код арқылы видео тамашаладыңыздар да, сонда қағаздан жасайтын мүмкіндік бар екен да, солай да, қағаздан жасауға болады екен киім үлгілерін. Тек қана матадан емес. Сондықтан да сіздерге тапсырма, тағы да қандай мүмкіндікті қосар едіңіздер деген тапсырма беріледі. Келіңіздер. Келіп. Так, сіздер қандай мүмкіндік қостыңыздар? Қайталаныңыздар дейсіз. Материалы су өткізбейтін. Аха. Иә. түрлі түсті бірақ бастысы ашық көк ақ және алтын түсті Иә. күнге байланысты өзгереді Иә. Күнге байланысты. Енді, кішкене не істедік біз? Сабаққа байланысты миымызды кішкене қозғалтты. Енді қараңыздар, жалпы киім дизайнның мынандай 3 қағидасы бар екен. Осы 3 қағидаға сүйеніміз керек. Бірінші, форма мен силуэт. Яғни бұл қағидада киімнің формасы мен силуэті оның сыртқы түрін анықтайды екен. Яғни түс пен мата дизайнның көркемдік бейнесін қалыптастырады. Бөлшектер мен декор, яғни киімге ерекшелік пен сер беріледі. Декор дегенді білесіздер ғой, мысалға әртүрлі мысалға жапсырмалар болады, моншақтар болады да, сондай жапсыру арқылы. Я бөлшектерде мысалы шам қалтасы бола ма, жағасына мысалға жер бөлшек салуға бола ма деген осындай бөлшектер. Түс пен матаны өздеріңіз білесіздер да, матаның түсі, яғни несі қандай болу керек. Одан кейін формасы, силуэті, сыртқы көрінісі. Яғни киім дизайнның негізгі осындай 3 қағидасы бар екен. Так, жалпы киімді бізде қағаздан жасауға болады екен, матадан жасауға болады екен, және басқа да түрлі материалдан жасауға болады. Яғни қағаз киім макетін жасаудың тиімді тәсілі. Бұндағы тиімді қолжетімділік, оңайлық, икемділік. Яғни қағаз қолжетімді. Кез келген қағаздан жасай беруге болады да. Оңайлық деген яғни қиып жабыстырамыз да, оңай. Икемділік дейміз, қағаз не істейді? Кез келген формада жасауға болады да. Мысалы, майыстырып жасауға болады, қиып жасауға, бүктеуге болады, бұжуға болады деген сияқты, иә? Так, одан кейін келесі, модель жасауда манекен мен қуыршақты пайдалану. Яғни киім үлгісін жасарда манекен немесе манекен деген білесіздер ғой да, манекен қандай екен да, мысалға дүкендерден көресіздер да, киім кигізіп қояды да, манекен. Қуыршақты білесіздер. Яғни манекеннің несі тиімділігі киімді толық масштабта көруге болады. Яғни оған тұтас киімді кигізіп қояды, иә? Яғни киімнің алдын артын түгел қарай аламыз, иә? Ал келесі қуыршақты ол шағын ғана миниатюрный қылып көрсетеді, кішкене шағындап қана. Так, одан кейін яғни бөлшектер жаса. Жаңа айттық қой да бөлшектерді, жағасы бола ма, жеңі бола ма деген сияқты. Онда бөлшектерді қию, яғни матаның дәл өлшемдеріне сәйкес қию, тігу, яғни бөлшектерді бір-біріне біріктіру, одан кейін үшінші аяқтау. Иә, барлық бөлшектерді біріктіріп, бір киімнің сұлбасын шығарамыз. Енді сіздерге мына жерде видео көрсетеміз. Проводим линию изгиба. Раскрываем. Теперь верхнюю и нижнюю стороны загибаем к центральной линии. Одна есть. Загибаем вторую сторону.
получилась полоска примерно 1,5 сантиметра. У нас получилось. Ее можно использовать как сувенир или же в качестве подарочного конверта для денег. Кладем денежку. Осы видеода сіздер не түйдіңіздер? Яғни киім дизайн жасауда ең қызықты және ең қиын не деп ойлайсыздар? Топтасып бір-бірлеріңізге сұрақтар қойыңыздар. Ойланайық. Жауап беріңіздер. Тыңдаймыз, қыздар, дауыс тыңдаймыз. Киім дизайны ең қызықты, ең қиын не деп ойлайсыздар? Ең қызықтысы ол қалай шыққанын және жасау барысындағы икемділік және өзіңнің икемділігіңді және жасау барысындағы нені қызықтылықты қарау деп ойлаймын. Ал ең қиыны ол сантиметр бірдеңелерін көзбен өлшеу және өлшем бірліктері сәйкес келмей қалуы мүмкін қиын дейді. Ұнатма жауабы? Жарайсың. Жарайсың. Так, кім жауап береді? Дарья. киім дизайнердің ең қызық жері ол идеялар табу және бәрін қосып құрастыру. Қиыны? Ең қиыны олар бір-бірге мысалға бана айтқандай сәйкес келмей қалуы мүмкін. Мысалы бүктегенде, мысалға қиғанда кейбір жерлері сәйкес келмей қалуы мүмкін. Мысалы өлшем бірліктері. Сол кішкене қиындап азақ былай шыққанда, мысалға соны жасағанда ең қызықты жұмыс болып саналады. Жауаптар ма? Кері байланыс беріп отырайық, кері байланыс беріп отырайық бір-бірімізге. Жарайсың. Келесі айтады. Не қызықты? Ең қызықтығы ол жұмыс барысы, тігу, суретін салу. Ал ең қиыны ол сантиметрден сәйкес келмей қалғаны. Ладно жауабы? Молодец, күшті қатысып жатсыздар. Так, енді сіздерге енді сіздерге қазір практикалық жұмыс бастайды, сарамандық жұмыс. Ол үшін біз ең бірінші қауіпсіздік ережесімен танысуымыз керек, Қауіпсіздік ережесін білесіздер, біз қазір қайшымен, клеймен жұмыс жасаймыз да, сондықтан да қауіпсіздік ережесін мұқият сақтауымыз керек. Қайшына бергенде не істемеуіміз керек? Лақтырмауымыз керек. Клейді жаққанда ұқыпты жағуымыз керек. Сосын тағы қандай қауіпсіздік ережелерін сақтауымыз керек? Яғни жұмысты ұқыпты жасауымыз керек, асықпауымыз керек деген сияқты. Так, келесі қауіпсіздік ережесін есімізге түсірдік. Енді сіздерге мынандай тапсырмалар береміз. Мынандай қуыршақтың сулаларын береміз. Так, осы сулаларды сіздер жеке-жеке жұмыс жасап киіндіресіздер. Так, береміз. Жеке ма? Мынаны құмын төгіп алмаңдаршы. Ешкімде қайшы жоқ па? неге болды? Қайшының естісіз қалды. Жоғын технология болса ғой. Или сюда.
жоқ қой енді понедельник қой қуыршақ айдап келіп қастамыз деп жақсақ болған ғой апай жолда енді қастарыңызда қыздар иә мынандай сурет бар қыздар енді қастарыңыздағы жасаған жұмыстарыңыздың бір бірін бағалай қойыңыздар иә мына жұмысқа қандай баға бересіздер кімнің жасап жатқан жұмысына қандай баға бересіздер иә енді берейін мына жұмысын бағалаңыздар иә бағалаңыздар иә бағалағанда жұмыстарыңызды көрсете қойыңыздар қыздар бағалаған жұмыстарыңызды бүйтіп көрсете қойыңыздар так бүгінгі сабақ ұнады ма иә бүгінгі сабақта не істедіңіздер сіздер яғни қағазда киімді киіздіңіздер да киімнің макетін жасадыңыздар енді осы сабақты бекіту мақсатында класс тайм яғни кері байланыс жасаймыз иә келеміз ішінде не берді сиіп тұр ма интернетке кірмей тұр ма бірге қыздармен бірге істеңдер иә қазір ішінде сіздерге неме берілген сұрақтар берілген иә сол сұрақтардың жауабын жасаймыз жазамыз жауап береміз сұрақ жері практикалық жұмыстың барысында сіздер яғни материалдарды таңдау және қолдана алдыңыздар дизайн мен стильдің үйлесімділігін таптыңыздар және шығармашылық жұмыс жасап ұқыптылыққа бейімделдіңіздер да енді бүгінгі сабағымыздың қорытындысы өздерің жасаған костюмдеріңіз ұнады ма иә ұнады қай жерін жақсартуға болады деп ойлайсыздар жалпылама яғни өзгертуге болады екен киімді қағаздан жасағанда киімнің макетін яғни үлгісін өзгертуге болады екен иә жаңа айтып кеттік қой біз басында яғни қағаз оңай мыжылады қиылады деген сияқты иә егер осы жұмысты қайта жасайтын болсаң қандай материалды немесе стильді таңдар едіңіздер егер осы жұмысты қайтадан жасайтын болсаңыздар иә не істер едіңіздер тағы қосымша яғни мысалға басқа да материалдар қосып жасауға болады мысалға мына салфеткілер болады ғой қағаздың түрлері соларды жабыстыруға болады немесе декорларды пайдалануға болады иә осындай үлгіге жұмыс жасауға болады екен міне сонда сабағымыздың қорытындысы осындай аяқталады яғни бүгінгі сабағымыздың мақсатына жеттік пе иә жеттік бүгінгі сабақ ұнады ма иә рахмет молодец иә осымен сабағымыз қорытындыланды жұмыс жасадыңыздар рахмет